Барлығына сәлем. Бүгінгі біздің подкастта аса маңызды тақырып қозғалады, яғни педофилизм туралы біз сөз айтатын боламыз. Педофилизм дегеніміз не? Педофилизм қандай? Педофилизмнің адамдарға қандай, жас балаларға қандай әсері бар? Осы туралы сөз қозғайтын боламыз. Бүгінгі біздің подкасттың қатысушыларымен танысып өтетін болсақ, менің есімім Сатпай Қарақат. Менің есімім Набихан Арайлым. Және мен Амантай Ақбота. және Әлмағамбетова Құралай. Бүгінгі педофилизм туралы әркім өз ойының, өз пікірін айта кетейік. Менің ойымша, педофилия бұл ересек адамның кішкентай жасы төмен кәмелетке толмаған балаларға жыныстық тартымдылық сезіну және де олардың жыныстық тиіспеушілігіне қатысты қылмыстық құқық бұзушылықтар жасауы. Бұл дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы бойынша психикалық ауытқушылық ретінде қарастырылады. Бірақ әрбір педофил міндетті түрде әрекет жасайды деген сөз емес. Дегенмен осы педофилизм қылмысын жасайтындардың ортақ белгілері бар. Олар негізінен эмоционалды жетілмеген болады және де шынайы қарым-қатынастан қашып жүреді. Олар интернет арқылы балаларға жақындап, олармен екі ортада сенім байланыс орнатып, өзі қалаған ниетке жетіп, мақсатқа жетіп, өз қалағандарын жасайды. Осы педофил балаларға шабуыл жасағаннан кейін балалар неге көп жағдайда ешкімге айтпайды, яғни өзін ішінде сақтап қалады? Жалпы айтатын болса, қазіргі таңда бала мен ата-ананың арасында немесе бала мен мектеп психологы және де өзге де психологтардың арасында баланың жыныстық тиіспеушілігіне қатысты, сауаттылығына қатысты ешқандай түсінік жұмыстар жүргізілмейді. Және де осы түсінік жұмыстары болмағандықтан бала көбіне өзінің педофилизм құрбаны болғандығы туралы жасырып қалады. Және де осы қазақтарда көбіне айтылатын сөз ұят деген сөз. Бұл ұят деген сөзі көбіне ата-аналар баласының ойына миына сіңдіріп тастайды. Соның нәтижесінде балалар осы іс-әрекетті өз ойлары бойынша ұят деп қабылдап, оны ата-анасынан өзге де қоршаған ортадан барлығынан жасыруға тырысады және де оны айтуға ұялады. Ол сөздің ұяты жоқ. Жалпы осы жыныстық тиіспеушілік туралы балаларға ата-аналары ашық түрде олармен сенімді қарым-қатынас орната отырып, ашық түрде жеткізу қажет. Дұрыс айтасыз, осындай бала мен ата-ана арасында өзара байланыс болу керек. Сонымен қатар осы зорлықтың әсерінен балалардың психикасында қандай өзгерістер орын алады? Балалар педофилизм құрбаны болғаннан кейін өздерінің ішінде өзге адамдарға деген сенімсіздік пайда болады. Және де кейіннен бала өзінің ішінен ішкі күйзеліске түсіп, ол депрессияға жалғасатын болады. Және де балалар айналасынан оқшаланып, оның мінезінің өзгеру туындайды және де бала қоршаған ортаға өзінің агрессиясын ашық түрде жеткізеді, немесе барлық өзін қоршап тұрған ортадан тұйықталып кетеді. Жақсы, рахмет. Одан кейін Арай, әлемде және Қазақстанда педофилия статистикасы қандай? Өз ойыңызды айта кетсеңіз. Жалпы осы педофилизм туралы статистикаға сүйенсек, әлемдік деректер өте қорқынышты. Мысалы, ЮНИСЕФ дерегі бойынша әлемде әр баланың 10 баланың біреуі жыныстық зомбылық көреді. Мұндай қылмыстардың 70-80% ғана тіркелмейді. Оқиғалардың 60% таныс адамдардан болады. Мысалы, туысы, көршісі, отбасылық достары секілді. Ал Қазақстан бойынша статистикаға тоқталсақ, жыл сайын кәмелетке толмағандарға қатысты мыңдаған қылмыс тіркеледі. Соңғы жылдары онлайн азғыру, яғни әлеуметтік желілерде балаларды жазу, интим фото сұрау жиілеген. Бұл статистика бір нәрсені дәлелдеді. Балаға қауіп сырттан ғана емес, ең жақын адамдардан да болуы мүмкіндігін. Қазіргі таңда кез келген адам, кез келген бала интернетте отырады ғой. Сондықтан интернеттегі қауіп қаншалықты өсіп жатыр. Және осы интернеттегі қауіпті алдын алу мақсатында қандай ұйымдар, қандай қоғамдық бірлестіктер бар? Қазіргі таңда интернет жүйесі өте қатты дамығандықтан қылмыстарды өте қатты дамып келеді. Жалпы өте жылдан өсіп жатыр педофилизм бойынша. Педофилдер жалған аккаунттар ашады, ойындар мен чаттарда сөйлеседі, фото сұрайды. Яғни баланың қауқарсыз екендігін пайдаланып, бақылауында емес екендігін пайдаланып, оларға жылы сөйлеу арқылы баланың сеніміне кіріп, оларға педофилизмдік әрекеттерін жасауға бейім болып келеді. Ал
ұйымдарға тоқталатын болсақ, бізде Қазақстан бойынша сана сезім деген ұйым бар. Мысалы, ол балаларға және әйелдерге қатысты зорлық зомбылықтан, соның ішінде сексуалды қылмыстардан және адам саудасынан қоғаммен айналысатын ұйым болып табылады. Жалпы бұл ұйымның мақсаты әйелдер мен балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету, олардың құқықтарын қорғау және заңдық әлеуметтік көмек береді. Мысалы, сізде немесе жақын туыстарыңызда осындай проблемалар, мәселелер туындаған жағдайда сіз осы ұйымдарға жүгіну арқылы өз құқықтарыңызбен әрекеттеріңізді сақтай аласыз. Жалпы осы ұйымдар арқылы біз жыныстық тиіспеушіліктен қорғануымызға үлкен көмек болып табылады. Жақсы, жаңа сіз заңдық көмек береді дедіңіз ғой. Енді Ақбота, Қазақстанда балаларға қатысты жыныстық қылмыстар қалай жазаланады? Соны айта кетсеңіз. Қазақстан Республикасы 2014 жыл 3 шілдеде қабылданған Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексі жұмыс жасайды осы бағытта. 121, 122, 124 және 132 баптар бойынша осы жыныстық тиіспеушілікке қатысты жазалар көзделген. Мұндай жағдайда 15 жылдан астам, яғни 15 жылдан өмір бойына дейінгі бас бостандығынан айыру жазасы қолданылады. Мұндай жазада ешқандай жеңілдік, рақымшылық қарастырылмайды. Сонымен қатар қосымша жаза ретінде химиялық кастрация да бар. Бұл ең ауыр санаттағы қылмыс болып табылады. Егер бала бір нәрсе айтып, яғни ата-анасына күмән туса, ата-ана бұл жағдайда не істеу керек? Мұндай жағдайда бірден полицияға немесе 111 балаларды қорғау қызметіне хабарлау керек. Кешіктірмеу өте маңызды, себебі дәлелдемелер уақыт өте жоғалады. Ата-ананың өзі анықтамай, оны бірден мамандарға тапсырған жөн. Және сонымен қатар, осы балалары ата-анасына осындай жыныстық тиіспеушілік туралы айтады ғой, және де ата-ана ұят болады деп ол айтылған нәрсені жасырып қоя салады. Енді осындай қылмысты жасыру мүмкін бе, ол үшін жауаптылық бар ма? Иә, жасыру бұл қылмысқа көмектесу болып табылады. Көбіне жыныстық тиіспеушілікке қатысты қылмыстар, жасөспірімдерге қатысты жасалған қылмыстар өзінің жақын туыстарынан жасалатын болғандықтан ата-анасы барлық жағдайда бұны жасыруға тырысады. Алайда қылмыстық кодекстің 434 бабы бұл қылмысты дәлелдеп көрсетеді, яғни қылмыс туралы хабарламау үшін жауапкершілік. Мұндай істерде үнсіз қалу, қылмыскерді қорғау, яғни жасыру деген мағынаны білдіреді. Бұл өз кезегінде үлкен жауапкершілік болып табылады. Сонымен қорытындылай кететін болсақ, педофилия бұл қоғамның ауыр жарасы, бірақ бұл туралы ашық айту балаларды қорғаудың алғашқы қадамы болып табылады. Әрбір ата-ана, әрбір мұғалім, әрбір азаматтың егер балада назары болатын болса, бұл бір баланың тағдырын сақтап қалуға болады. Өз балаңызға уақыт бөліңіз, құлақ салыңыз, ол балаға деген сенімді қалыптастырыңыз. Осымен подкаст аяқталды. Құлақ салып тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі кездескенше аман, сау болыңыздар.